Армысыз халқым, армысыз, есен аман, саумысыз. Ана, әже және мен байқауына бағымызды сынағалы келіп тұрмыз. Отбасы мен бала бақша ынтымағын нығайтып, жақсылықтың жолын бірге жалғаймыз. Құндылықты ұлттық бірге дәріптеп, берілді жаны нәсіп отбасымыз. Жұлдызымның әжесімін, еркелетіп жүретін отбасының ұйытқысы мен боламын. Бейбіт көпжасар қызы. Армысыздар, ардақты дана халқым, амандасу ел-жұртпен ата салтым. Сәлемін қаулауын самалдың, төрт қара деген Тархан елдің келінмін. Асылдың сынығындай атам мен енем менің. Төрт қара еліне келін еткен Әкімжанның жарымын. Қызғалдағы дарасы, жауқазына данасы, балапаны байлығы, ата-әже баласы, мен жұлдыздың анасы. Немере, мен ұршық еліп отырмын. Отам, мен кілемшек оқып жатырмын. Немере, бұл жөн болады. Келіп отыра ғой мына жерге. Немере, бұл жөн. Оны малдан алмады. Төрт түлік малдың қойдан, ешкіден, түйеден алынады екен. Мынау қойдың жүні балам. Бұл боялған түрі. Қойды жақсылап қырқып алғаннан кейін, мындағыда жұлдыз. Қырқып алған жүнді жуған жүніміз кеткеннен кейін, оны сабап аламыз жақсылап. Сабап алғаннан кейін, оны шүйкелеп, міне барады. Ұршыққа салып, жіп қылып, иіреді екенбіз. Көрдік па? Жіп болды, жіп. Ол жіптен балам. Көптеген жылы жұмсақ не тоқымалар тоқиды. Көрдің бе? Мұның өте пайдасы бар екен. Енді анаға қарашы. Қараш балам, біздер қандай бейне билеріміз деп жатқанымызда. Мына жерде бізде қарлығаш құсы. Қазақта қарлығаш ұя салса өте қуанған, өйткені ол киелі құс, еңбекқор құс болып есептелген. Оюлар саламыз. Міне мына жерде ағаш үйге әдемі қазақтың ұлттық оюларын саламыз. Қазақтың ұлттық оюларына әсіресе біздің қошқар мүйіз жатқан. Қошқар мүйіз дегеніміз не қараш балам? Үстіндегі оюлардың бәрі не қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз ол малдың мүйізіне қарап салынған ою. Аспанымызды бейнелейміз. Көкал жерімізді бейнелейміз. Сол қыз бала өнерге жақын болу керек. Сенің анаңды үйретіп, енді анаң сені үйретіп жатыр. Анадан жақсылап үйретіп алу керек. Қыз бала анасынан, әжесінен үйренгені дұрыс. Жіптерден содан біз ағашты істедік. Нәрледік, әдемледік, түсті жіптермен ораландық. Болып та қалдық. Емшелер шықты. Мына жерде қарлығаш құсымыз, қазақтың киелеріміз, қазақтың жері. Бейнелеген ағашымызды мынаға кигізу арқылы. Өте дұрыс құлыны, міне осылай жақсылап өткізе аламыз.